Ассалаумағалейкум ағайындар, мына Қытай автокөлігі міне қараңыз, Қазақстанның жолында жүріп бара жатыр. Енді бауырлар, бұл жерде бір мәселе. Қытай елінде біз 2 күн болып келдік, осы 2-3 күн алдын. Біз жақтан 50 ғана көлік кірген о жаққа, жаңа туризммен, аралау мақсатында, қыдыру мақсатында, жұмыс мақсатында білмеймін ғой. Бірақ олар кірерден алдын жаңағы 2 миллион ба 2,5 миллион бір шотқа салады екен, компания өзі сондай. Кіргізетін компания соның шотына салады. Мемлекет сол шотқа доступ алады екен. Ол штрафқа түскен кезде автоматически жаңағы ақшаны шешіп отырады. Ойлаңыздаршы, қандай тәртіп, қандай заң. Енді бұның қызығы шешесіне рахмет. Бұлар біздің елімізде жүрген мынау Қытай туристері болсын, автовоздары болсын, еш қайсысы штрафқа түспейді екен. Міне қызық. Біздің Қазақстанда заң бәріне бірдей дейміз да, бірақ мына жолда жалғанды жалпағынан басып, сплошнойды былай да кесіп жүрген автокөліктерге штраф жазылмау деген не деген сұмдық. Кезінде российскийде неше түрлі учеттағы машиналарды міндік, страховкамен төледік қой. Сол сияқты шығаруларыңызды сіздерден өтініп сұранамыз. Камераны үйіп төгіп қоя бергенше осындай острый мәселелерді көтеру керек қой. Мына көк номер деген Алматы, Шымкент болсын, Жаркент бүкіл Қазақстанда қаптап жүр. Қаншама штрафқа түсіп жатыр, бірақ оның бәрі далаға ұшып жатыр да ақиқатында.